Бәріне сәлем оқушылар, сіздермен бірге English Fun. Енді бүгін English Plus-тың 31-ші бетіндегі Zira тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, комментарийге рахмет деп жазып кет. Каналға тіркелгендерге ғана видео көрінетін болады. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада мына бағананы толықтыруымыз қажет. Оны толықтыру үшін қараңдар балалар, бізде зириз, яғни бұл жерде бар деген конструкция бар еді ғой, білеміз е. Сол конструкциядағы изіміз немесе арымыз, яғни to be'іміз алдына шығып кете салады. Сұрақ қойған кезде мысалға is there немесе are there болып алдына шығып кете салады. Енді қараймыз. Мына жерде is there болады, өйткені бір кинотеатр және де жауабында is isn't болғандықтан. Мына жерде are there болады, себебі міне мен жауабын жазып қойдым. Are there болады, себебі мына жерде are деп тұр, мына жерде aren't деп тұр, және де көпше болғандықтан are болуы қажет. Ал мына жерде how many shops-та there болады. 2000, бұл жерде сұрақ are-дан басталмағандықтан жай ғана жауап беріп тұр. Жалпы сұрақ is-дан басталса, жауапта is болу керек. Сұрақ are-дан басталса, жауапта are болу керек. Апайларын түсіндірді деп ойлаймын. Енді екінші тапсырмаға оралайық. Екінші тапсырмада сендерге былай айтады. Choose the correct words, the right short answers. Яғни мынаның дұрыс жауабын таңда және де қысқаша жауап бер дейді. Қысқаша жауап беретін кезде мен саған қазір көрсетемін. Сонымен бастаймыз. Бас болғандықтан мына жерде бас болғандықтан біреу болғандықтан is болады. Is there a bus from your school to your house дейді. Сенің үйіңнен мектепке дейін автобус бар ма дейді. Егер бар болса yes there is, болмаса no there isn't. Өйткені сұрақ is-дан басталды, жауап is болу керек. Ары қарай. Are there екіде бізде is there a shopping center in your town? Сенің қалаңда шопинг, яғни сауда орталығы бар ма дейді. Сұрақ is-дан басталғаннан кейін жауап на екеуінің біреуі болу керек. Енді өзіңнің таңдап ал. Ары қарай. Үшінші, any көпше болып тұрғандықтан are жауабын таңдаймыз. Үште are болады. Are there any famous people at your school? Сенің мектебінде бірнеше атақты адамдар бар ма? Егер де бар болса yes there are, жоқ болса no there aren't. Өзіне ыңғайлысын таңдап ал. Төртке келдік. Төртте былай айтады. How many teachers are there at your school? Сенің мектебінде неше мұғалім бар дейді. Енді how many болып тұрғандықтан сен былай жауап беруің керек. There are дейсің, there are дейсің де қанша мұғалім бар екендігін айтасың. There are мысалға 26 teachers деп я. Teachers. Енді әдемілеп жазып аларсың. Түсінікті я жалпы. 5-ке келдік. 5-те is болады, себебі мына жерде a park біреуді көрсетіп тұр. Is there a park near your house? Сенің үйіңнің жанында парк бар ма? Егер бар болса yes there is, жоқ болса no there isn't. Ары қарай 6-ға келдік. Is there a cafe in your school? Сенің мектебінде кафе бар ма дейді. Егер бар болса yes there is, жоқ болса no there isn't. 7. Is there a pet shop? Сенің қалаңда немесе ауылында жануарлар дүкені бар ма? Бар болса yes there is, жоқ болса no there isn't таңдайсың. Енді ең соңғысы how many shops are there in your town? Сенің қалаңда қанша дүкен бар дейді. Енді сен бұл жерде how many-дан басталғандықтан сұрақ there are дейсің де мысалға 3 shops деп жазып қоясың. 3 shops. Енді өзің қалаған жауабыңды жазасың. Мен мына жерге шамамен жаздым. Ары қарай кеттік. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада саған былай айтады. Complete the dialogue. Яғни мына диалогты толықтыр дейді. Then listen and check. Одан кейін тыңдап, тексеріп ал дейді. Сонымен бастадық. Біріншіден, I like your town. Маған сенің қалаң ұнайды. There are some nice shops here in the town center. Бұл жерде бірнеше жақсы дүкендер бар қаланың ортасында дейді. Яғни there-ны қойдым, өйткені сам бірнеше тұр. Ары қарай кеттік. Yes, and there is, және де бұл жерде a good shopping center near the bus station. Және де бұл жерде жақсы сауда орталығы бар остановка, яғни автобус аялдамасының жанында дейді. Яғни мына жерге there is болды, себебі артиклі тұр, Үшке кеттік. Cinemas көпше болғандықтан мен әрине how many-ді таңдаймын. Мен жылдамдатайын, себебі симай қалуы мүмкін. Ары қарай 4-те бізде two cinemas болғандықтан there are болады. 5-те
is there болады, сұрақ болып тұр және де артиклі тұр. 6-да there isn't болады, өйткені жауап беріп тұр. 7-де are there болады, өйткені any тұр және өйткені ол сұрақ. 8-де yes there are болады. My favorite is here. Yes, сұрақ болғандықтан ары қарай кеттік. 4-ші тапсырмада бізде preposition of place берілген, яғни мекен орын демеуліктері берілген. Енді in дегеніміз міне біріншіге, in дегеніміз ішінде, on дегеніміз үстінде, under дегеніміз астында, next to дегеніміз келесіде, opposite қарама қарсы, near жанында. Міне next to менен near'ді көбісі шатастырады. Мына жерде кеңістік бар, ал мына жерде кеңістік жоқ, екеуі жабысып қалған. Енді мына тапсырмаға келейік. Бұл тапсырмада былай айтады. Енді бұл тапсырмада мына жерді толықтыруларын қажет дейді. Мен бір-екеуін көрсете салайын. Енді қара былай айтады. Немесе бәрін түсіндірейін. There are 6. Мына жерде 6 не бар дейді. Енді қарайық, 6 не болуы мүмкін? People болуы мүмкін, адамдар болуы мүмкін, немесе balls болуы мүмкін. Мен мына жерде мысалға people'ды таңдайын. There are 6 people. Мына жерде 6 адам бар. In the sport shop. Яғни спорт дүкенінде. Енді екіге келдік. There are 2. Бұл жерде 2 ол бала бар. Near the door. Есіктің жанында дедім. There are some bags. Мына жерде бірнеше сөмке бар. Міне бірнеше сөмке бар. Opposite қарама қарсы. Shoes, яғни аяқ киімдерге міне екеуі бір-біріне қарама қарсы тұр. There are some. Бұл жерде бар бірнеше balls, доптар under the bags, яғни сөмкенің астында деп мен мынаны жерге. 5-ке келдік. There are some. Бұл жерде бар бірнеше не бар? T-shirt, яғни футболкалар бар. Next to the shoes, яғни аяқ киімнің келесіде деп тұр. Ары қарай кеттік. 6-да there is a біреу болғандықтан there is a bag, міне on the desk, яғни партаның немесе үстелдің үстінде дейді. Жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді 5-ші тапсырмаға келейік. 5-ші тапсырмада саған былай айтады. Plan a small shopping center. Write the names of your 6 favorite shops, then work in pairs and ask and answer the question. Яғни өзіңнің, мен суретке қарап жасадым, бірден айтып қойын. Енді саған айтады, өзіңнің сүйікті сауда орталығың туралы жаз дейді. Өзіңнің жұбына сұрақ қой және жауап бер дейді. Мен мына жерге бірден жазып қойдым. Мысалға былай жасадым, бірақ мен мына суретке қарап жасадым. Is there a shoe shop? Мына жерде аяқ киім дүкені бар ма дедім. Yes, there is. Иә, ол бар. It is the next to the news agent. Яғни ол мына газет, журнал сататындан келесіде тұр, міне. Келесіде тұр дедім. Are there any pet shop? Бұл жерде жануарлар дүкені бар ма дедім. Мына жерде жануарлар дүкені тұр екен. Yes, there are. Иә, олар бар. Is there a sport shop? Бұл жерде спорт дүкені бар ма? Міне мен жаздым. Yes, there is. Иә, бар. It is the next to the clothes shop. Яғни киім дүкенінен келесіде тұр. 4-ші. Is there a computer shop? Бұл жерде компьютер шоп бар ма дедім. Yes, there is. Иә, ол бар. It is near the shoe shop. Ол бізде аяқ киім сататын дүкеннің жанында дедім. 5-ке келдік. Is there a supermarket? Супермаркет бар ма? Иә, дедім. Жоқ дедім. No, there isn't. Бұл жерде ешқандай супермаркет жоқ. Is there a restaurant? Бұл жерде ресторан бар ма? Мен биттім. Yes, there is. It is between shoe shop and the computer shop. Яғни бұл бізде shoe shop аяқ киімінен компьютер сататын дүкеннің ортасында дедім. Жалпы міне жауабын түсіріп немесе скриндап ал. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға бірден тіркеліп, лайк басып, комментарийге рахмет деп жазып кет. Goodbye. Келесіде 32-ші бетті және де 33-ші беттерді, 34-ші беттерді, яғни барлық беттерді талқылайтын болам. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпа. Goodbye.